Саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздермен Classroom Screen платформасы арқылы сабақ жоспарын құруды үйренетін боламыз. Бүгін бірінші көрсеткеніміз, яғни бүгінгі сабақ бойынша оқушылардың көңіл күйін анықтап алу үшін біз бірінші осы бір яғни эмоциялар арқылы оқушылардың көңіл күйін анықтаймыз. Бұл жерде эмоцияларды басқан кезде түстері и жанында қанша адам басқаны көрініп тұрады. Бүгінгі сабақта көңіл күйлерің қалай? Мысалы, сары түсті басты, 2 рет басса, мысалы, сары түсті 2 деп жазылып тұрады. Қасында қызылды басса, 2 рет қызыл деп жазылып тұрады. Яғни біз бүгінгі сабақта оқушылардың көңіл күйін осылай байқап біле аламыз. Ал мына жерде рандомайзер, яғни мысалға кез келген оқушылардың аттарын жазып, үй жұмысын сұрауға болады. Яғни мысалы аттарын жазамыз и рандомайзерді генераторға бассақ, белгілі бір адамның аты шығады и сол адамнан біз үй жұмысын сұрайтын боламыз. Қазір енді көреміз, бізде жасап жатыр. Мұнда мысалы қазір аты жөнін жазамыз, ат жөндерін жазамыз. Мысалы Нұрсұлу, Айша жазылып тұр. Енді мысалы Айша үй жұмысын айтады деген сияқты. Осылай оқушылардың аты жөнін жазып қоюға болады. Келесі бізде шум, яғни оқушылардың сыныптағы шумын анықтап, яғни сабақ басында оқушылардың қаншалықты деңгейде шулап жатқанын біліп, шум деңгейін анықтауға болады. Одан соң бізде сурет. Жалпы бүгінгі сабақ бойынша суретті қосамыз. Бүгін бізде скетчап құралдарын өтетін боламыз. Скетчап құралдары туралы сурет қостық. Енді яғни бүгінгі сабақтың тақырыбын жазуымыз керек бізде. Бүгін бізде 3D редактор құралдары, 3D редактор туралы бүгін біз өтетін боламыз. Соған байланысты сұрақ тұр, скетчап құралдары деп тақырыпты жазып аламыз. Жаңа тақырыпқа көшетін боламыз. Енді бұл жерде бізде әртүрлі шрифтқа қойға болады, размерін ауыстыруға болады, түсін ауыстыруға болады, одан соң әртүрлі формаға жасауға болады, жалпы шрифттарды өзгертуге болады. Келесі бізде әртүрлі эмоциялар, яғни оқушыларға сабақ кезінде тыныш отырыңдар, немесе сабақ айтыңдар деген сияқты. Енді мына жерде бізде сабақ айту батырмасы. Келесі бізде әртүрлі жаңағыдай бағдаршамдар. Яғни бұл жерде бізде бағдаршамдар тапсырманы орындайды. Мысалы, бір тапсырма береміз, қаншалықты деңгейде қиын болды сол тапсырма, түсінді ма, түсінбеді ма, скетчапқа байланысты тапсырманы орындаған кезде. Соны бізде бағдаршамды басу арқылы көрсететін болады. Одан кейін бізде келесі құрал сабақ басталды. Яғни бізде сабақтың басталған уақытын, яғни регламентті анықтап отырады. Одан кейін бізде скетчап платформасында жаңа фигураларды сызу тапсырмасын беріп, 10 минутқа дейін жаңағыдай орындап бітіруге уақыт береміз и уақытты таймер арқылы қосып қоямыз. Одан соң, мысалы, қоңырау уақытын, сабақтың уақытын анықтау үшін бағанағыдай сағатты қойсақ болады. Одан кейін мына жерде QR батырмасы, яғни біз ортолда тапсырманы алдық, ссылкасын қоямыз, одан кейін ол бізге QR-ын жасап береді. Тағы да басқа көптеген мұнда құралдары бар. Мысалы, мына жерде бізде топқа бөлуге болады. Оқушылардың аты жөндерін жазамыз, одан кейін топқа бөліп, оқушыларға топтық тапсырма берсек болады. Топ тапсырманы қарастырсақ болады. Яғни бізде скетчап құралдары туралы постер қорғау, мысалы, тапсырма. Сол тапсырма бойынша Айша мен Ақният бірге істейді, Заманбек пен Нұрсұлу бірге істейді. Бірінші группа, екінші группа, группаның аттарын жазуға болады. Одан соң бізде стикерлер бар әртүрлі, мысалы жақсы орындаған оқушыларға керемет, жарайсың, good luck деген сияқты, good job, супер идея, smile деген сияқты осындай әртүрлі стикерлерді берсек болады. Одан соң тағы да басқа көптеген бізде құралдар бар. Осы құралдарды сабаққа байланысты қолдануға болады.